Сәлем достар, бүгінгі видеода біз сіздермен ұлттық тағамдарымыздың бірі болып саналатын жент дайындайтын боламыз. Жентті бүгін мен екі түрлі тәсілмен дайындап сіздермен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ең әуелі тары талқан қажет. 450 грамм тары талқанға 3 ас қасық шекер қостым және 50 грамм қара мейіз. Әрине қара мейізді салқын суға бір жуып аласыздар. Дәл осылай құрғақ ингредиенттерді барлығын араластырып алып, сары майымызды 2-3 бөлікке бөліп, талқанның үстіне салып, араластырып аламыз. Достар, талқанды әртүрлі тәсілмен дайындауға болады. Бүгін мен қоюлатылған сүтті де қосып дайындайтын боламын. Осы ингредиенттеріміздің үстіне 2 ас қасық қоюлатылған сүт қосып араластырамын. Және біраз араластырғаннан соң, өздеріңізге ұнайтын дәмге келтіру үшін және тәттілер қоссаңыздар болады. Барлық ингредиенттеріміз басы бірігіп, бір қалыпқа түскенше араластырамыз. Жалпы 160 грамм сары май қолданатын болғандықтан, бөліп қосып, дәл осындай жент дайындадым. Әртүрлі формада дайындап, мұздатқышқа жарты сағатқа қойып, қатырып алсаңыздар болады. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, оңай. Достар, ендеше сіздермен жент дайындаудың қарапайым тәсілімен де бөлісетін боламын. Ол үшін бізге тары талқанның 600 грамм қажет және шекер 100 грамм, сары май 180 грамм қажет. Барлық ингредиенттерді араластырамыз. Қолымыздың көмегімен сары майымыз бен талқанды бір массаға айналғанша араластыруымыз қажет. Және де әртүрлі формаға салуға болады. Мен бүгін шыны ыдысқа сары майды жағып, форма ретінде қолданатын боламын. Өздеріңіздің көріп тұрғандарыңыздай, біркелкі массаға айналған талқанымызды формаларымызға салып, тарелкамызға орналастырамыз. Және қолдарымыздың көмегімен құрт тәріздес етіп, женттерімізді дайындап аламыз. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Достар, алдағы уақытта мен сіздермен ұлттық тағамдарымыздың дайындалу тәсілімен және нақты керекті ингредиенттермен бөлісетін боламын. Достар, сіздермен болған қарлығаш. Назарларыңызға рахмет. Сіздер де дайындап көріңіздер. Өте дәмді. Келесі видеода кездескенше.